Ассалаумағалейкум армағазақ арнамызға қош келдіңіз. БЖЗ-қа 105 шетелдік үшін зейнетақы жарнасын аудармақ. Видеоролик түрсінде толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписать етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Алында біз бастадық. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мәліметінше Қазақстан аумағының еңбек шаршы немесе азаматтық құқықтық шекара негізіндегі жұмыс істеп жүрген ЕАЭО мүшелері мемлекеттің 105.029 азаматы үшін БЖЗ-қа зейнетақы жарналарын ауыстырады деп хабарлайды dalanews.kz. Сонымен қатар БЖЗ-қа ЕАЭО елдерінің азаматтарына түскен зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы 291 өтініш орындаған. Оның ішінде 266 азаматқа Қазақстан заңнамасына сәйкес зейнетақы жасына толуына байланысты зейнетақы төлемі тағайындалған, ал 25 мұрагерге жұмыс істеген азаматтардың қайтыс болғанына байланысты төлем берілмеген. Сонымен қоса Ресей мен Қырғызстанның зейнетақы қамсыздандыру органдарында бұл бағытта шешім қабылданды. Аталған елдердің аумақтарында еңбек шарты негізінде жұмыс істеліп, сол жақта зейнетақы мүшелерінің сақтандыру жарналарына аударылған 26 қазақстандық жасына, кәмелетіне немесе мүгедектігіне байланысты өмір бойғы зейнетақы тағайындалды. Бұдан бөлек Қазақстандағы тағы 4 азаматқа 2 қазақстандық қайтыс болуына байланысты ауыстырулы айтылуы бойынша зейнетақы берілген. 2021 жылдан бастап ЕАЭО азаматтары одаққа мүше босқа елдерден жұмыс істесе, сол елдегі азаматтардың тең дәрежеде зейнетақы құқығын қалыптастырып сақтап пайдалана алады. Енді бәрібір ЕАЭО елдері 2021 жылы 1 қаңтарға дейін өз аумағында жинақталған еңбек өтілімі үшін зейнетақы өз заңнамасына сай төлейді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.